Мемлекеттік тіл тәуелсіз елдің негізгі рәміздерінің бірі. Қазақ тілі Қазақстанда тұратын, оны отаным деп қабылдайтын, өзін Қазақстанның патриотымын деп есептейтін азаматтардың тілі. В рамках акции «Біз біргеміз» Центр обучения языкам запустил челлендж среди жителей района «Мен қазақша сөйлеймін». Старт этой эстафете дает карабалыкчанка Екатерина Афанасьева и ее дочь Дарья. Надеемся, что эту инициативу подхватят и другие села. Біз біргеміз акциясы аясындағы «Мен қазақша сөйлеймін» челленджді бастаймыз. Тіл тағдыры, ел тағдыры, екен еш уақытта ұмытпайық. Эстафетаны наука ауылында жолдаймыз. Біз біргеміз, біз уйдеміз. Мен наука ауылына тұрғыны Перштук Любовь Магомедовна. Біз біргеміз акциясы аясындағы челлендждан Қарабалық кентінің тұрғыны Афанасьева Екатеринадан қабылдадық. Әрбір адам өз ана тілі білуі керек. Ал мемлекеттік тілде меңгеруге міндетті. Эстафета Михайловка ауылына жолдаймыз. Біргеміз, біз үйдеміз. Мен Михайловка ауылының тұрғыны Пимкина Татьянамын. Біз біргеміз акциясы аясындағы «Мен қазақша сөйлеймін» челленджі наука ауылының тұрғыны Перштук Любовьтан қабылдадық. Мемлекеттік тіліміздің мәртебесін асыру әрбір азаматтың борышы. Эстафетаны Тоғызақ ауылына жолдаймыз. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Біз Качко Атбасы, Тоғызақ ауылының тұрғындарымыз. Біз біргеміз акциясы аясындағы «Мен қазақша сөйлеймін» челленджін Михайловка ауылының тұрғыны Пимкина Татьянадан қабылдадық. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде эстафетаны Смирновка ауылына жолдаймыз. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Біз Смирновка ауылының тұрғынымыз, Еміштер отбасымыз. Біз біргеміз акция аясында «Мен қазақша сөйлеймін» челленджін Тоғызақ ауылының тұрғыны Качко отбасынан қабылдадық. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде эстафетаны Победа ауылына жолдаймыз. Біз біргеміз, біз үйдеміз.